Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында жасалатын өте жеңіл тауық етінен жасалған тағам дайындайтын боламыз. Бізге қажетті зат ең алдымен тауық еті, чүркіден өткізілген сәбіз, жуа қажет болады. Бір шөміш сұйық май қоямыз. Майымызға жуамызды салып қуырамыз. Жуамызды қызарғанша қуырамыз. Үстіне тауық етін салып тағы да қуырып аламыз. Етін жауып бұқтырып қоямыз. Енді осыған чүркіден өткізген морковымызды, сәбізімізді саламыз. Чүркіден өткізген сәбізімізді салдық. Енді тәтті бұрышымызды саламыз. Барлығын араластырып, тағы бір 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Томат саламыз. Етін жауып, тағы да 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Етіміз әдемі болып қызыл түскеннен кейін енді үстіне 200-300 грамм су құямыз. Қыздар, міне етіміз суға батып тұр. Енді осы етімізге дәміне қарай тұз және дәмдеуіштер қосамыз. Енді бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Подливіміз дайын. Енді астын басып, отты басып, жай отқа қойып қоямыз. Крышкасын жай, осылай шетінен ашып қоямыз. Қыздар, енді міне біздің картошкамыз алдын ала суға пісірілген. Осы картошкаларымызды градусқа салып, осылай езіп аламыз. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Тағы да араластырамыз, барлығын біркелкі болу үшін. Енді осыған 120 мг сүт қосамыз. 100-120 дәміне қарайсыздар. Барлығын бірдей емес, осылай аз-аздан құйып араластырып отырасыздар. Міне, біздің пюреміз дайын. Және қажет болса, бізге осындай укроп қажет болады. Майдалап турап, тағамыздың бетіне әсемдейміз. Қыздар, міне тамағымыз дайын, өте дәмді, етіміз езілмей, әдемі болып пісті. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.